Сәлем достар, сіздер менен Наргиз. Бүгін мен сіздерге иммунитетті көтеретін чайдың рецептісін ұсынамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де видеоны аяғына дейін тамашалаңыздар. Қажетті құрамдар: 150 грамм облепиха, размороженный, менде имбирь қосылған, содан кейін апельсин, лимон, 2 корица палочкасы және де мята. Корицаның палочкасын таба алмасаңыздар, жай ұнтақталған корицаны қоссаңыздар болады. Ең алдыменен чайнигімізге облепихамызды салып аламыз. Содан кейін үстінен мята қосамыз, лимон қосамыз, корица палочкаларды қосамыз. Содан кейін апельсин қосамыз және де ыстық суменен құйып шығамыз. Енді жақсылап араластырып аламыз. Енді 15 минуттай қойып қоямыз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерменен болған Наргиз. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ауырмаңыздар. Қош сау